Сәлем қыздар, бүгін сіздермен шашпалы әрі өте дәмді езілмейтін палау дайындаймыз. Ол үшін жуамызды осылай майға қызартып тұрып қуырып аламыз. Артынша етімізді саламыз. Барлығын жарты сағатқа бұқтырып қоямыз. Етіміз жақсылап піскенге дейін. Барлығы жақсылап қуырылуы керек. Артынша сәбіз саламыз. Сәбізімізді де 20 минутқа қойып қоямыз, жақсылап піскенге дейін. 1 стакан су қойсаңыздар болады, қайнаған су. Барлығы дайын болғанға дейін күрішімізді жуып дайындап қоямыз. Дайын болған күрішімізді салып шығамыз. Жан-жағына жақсылап тұрып. Күрішіңізді міндетті түрде салқын суға жуыңыз. Ыстық судан езіліп кетеді. Күріштің дәмді шығуы негізі түріне де байланысты. Кейбір күріштер болады, қанша жақсылап пісірсең де езіліп кететін. Осылай қатты көп емес, бетінен кішкене ғана асып тұратын қайнатылған суды құямыз. Барлығын бір келкі қылып, жақсылап бетін жауып қоямыз. Арасында су тартылғаннан кейін жай отқа қойып, осылай шет-шетінен көтеріп дайындап қоямыз. Арасын тесіп, ауа кіретіндей қылып қойсаңыздар болады. Күріш дайын, ас болсын.